Сәлем достар, бүгін өте дәмді, нәзік болып шығатын дамский пальчик тортын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ыдысқа 250 мл су, жарты шай қасық тұз, 2 үлкен қасық қантты саламыз, және де 100 грамм сары май немесе маргаринді салып, қатты отта майымыз ергенше жақсылап араластырып тұратын боламыз. Біздің май ергеннен соң 150 грамм ұнды салып, 2 минут шамасында тез жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай масса шығуы қажет. Енді бұл массаны басқа ыдысқа ауыстырып алатын боламыз. Одан соң 4 жұмыртқаны алып, жақсылап араластырамыз. Және де оны бірнеше бөліктерге бөліп, құйып, тез араластырып, қозғап дайындап алатын боламыз. 4 рет бөліп қойдым мен бұл жерде. Біздің массамыз қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа болуы қажет. Дәл осындай болып шығуы керек. Енді біз кондитерлік мешокқа ауыстырып алатын боламыз. Мендегі насатканың номері 333. Егерде сізде бұндай кондитерлік мешок болмаса, қасықпен домалақ етіп құйып шықсаңыз болады. Міне дәл осылай барлығын құйып, бірінші 190 градуста 10 минут шамасында ұстап аламыз қызып тұрған пеште. Одан соң градусын 180 градусқа ауыстырып, 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ортақ 25 минуттай болады. Енді 500 грамм қаймаққа 200 грамм сахарная пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Холодильникке 10 минуттай шамасында салып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты. Өзінің формасын ұстап тұр. Енді формаға осы кремімізге салып, жақсылап жағып, барлығын қойып шығатын боламыз. Мендегі форманың размері 20. Осылай барлығын тез қойып шығатын боламыз. Енді холодильникке тағы да бір 2 сағаттай уақытқа салып аламыз. Бетін жауып, енді қалауымызша бетін әсемдейтін боламыз. Шоколадты ерітіп жақсаңыз болады. Немесе қалауыңызша жеміс-жидектерді салып, әсемдеп қойсаңыз болады. Сонымен біздің дамский пальчик тортымыз дайын. Өте дәмді, оңай, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, еш өкінбейсіз. Егерде осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Күн сайын сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп тұрамын. Сіздермен болған Айдана, сау саламатта болыңыздар.